Ассалаумағалейкум, Газ көлік арнасының көрермендері. Сіздермен бүгін шамамен осындай ескі көліктер таңдаған кезде не нәрсесіне мән беру керек, сол туралы кішкене ақпарат бере кетейін. Ендеше кеттік. Ең бірінші алдынан бастайық, қатты соққы көрмеді ма? Соны қалай білеміз? Ең бірінші мына ішінде моторды ұстап тұратын лонжероун деген болады кузовта. Сол кузовтың лонжероунын қарау керек. Мыжырылмаған ба, мыжырылған ба? Егер сол мыжырылған болса, ол демек қатты соққы көрген көлік. Ол уже моторды дұрыс ұстай алмайды, одан кейін тягалар қисайып, аяқ жеуге алып келеді. Енді мынандай кішігірім жырықтар болады, ол ескі көлік болғаннан кейін бұл қатты мән берілмейді енді. Кішігірім жырықтар. Қатты мыжырылып жатпаса. Мынандай шірген жерлерде болады. Көрсетіп жүр. Бұндай шірген жерлері енді қатты ештеңе етпейді. Бұған істеп беретіндер бар. Әсіресе мына асты шірмеу керек. Ескі әсіресе опелдерде осы асты шіріп кетеді. Бір жерде дөңгелегі жарылып қалған кезде домкрат салып көтергенде домкратыңыздың өзі ішіне кіріп кететін болады. Сондықтан осы астына мән беруді қараңыз. Ол үшін есікті ашып, негізі мынандай жер көрсетші. Мына жер ашылып жатады кейбіреулердікі. Осы жерді ашасыз, ашылмаса оны міндетті түрде астын көтертіп, астынан шірген ба, шірмеген ба бір қарап алғаныңыз жақсы. Мына отырғышыңызбен бірге бір күн асфальтқа түсіп кетесіздер, шіріп жүр. Екінші, соған мән беру керек. Одан кейін көпте осы дөңгелектерді жейтін көліктер болады. Мысалға, бір айдың ішінде мына жап-жаңа резинаңыздың жартысын жеп тастайды. Ол жаңағындай соқ қалғаннан кейін развалға келмейді көбісі. Келмегеннен кейін солай, мысалға солаймен жүрет-жүретті сататын кезде жап-жаңа осындай алып салатта адамдар әлі ішкі аяғын жемей атқан кезде сатып жіберуге тырысады көбісі. Сондықтан жаңа аяқ салған болса, жаңа міндетті түрде онда развалға апарып, мамандарын апарып көрсетіп алған дұрыс. Моторға да мән беру керек. Артық дыбыстар шығып тұрмау керек. Мысалға, мына қыздырып көрсетейін қазір. Ашылды ма? Жақындап көрсетейік. Міне мотор мына 626 Маздада Кроноста әдемі істеп тұр. Ешқандай артық дыбыс жоқ. Негізі артық дыбыстар мына үстіңгі неден болады? Көбісіне клапандардан. Гидрокомпенсатор немесе шайбы. Бұл жерден болса да енді істеп алу оңай болады, бірақ астыңғы дыбыстар тақылдайтын болса, мысалға коленвалдардан, клатыштар. Ол кезде уже кішкене үлкендеу мәселе болады. Дәл қазіргі Кроносымызда газ қондырылған, форсуночный газ. S9 деген трамблер, бұрынғылары S5 деген болатын. Олар кішкене нашар болады, бұзылып болатын. Қазір мынау S9 тұр, бұда жақсы. Ешқандай мәселе жоқ. Мотор осылай істеп тұру керек. Мына Кроноста әлі шанақтар шірмейді. Бұл көлік негізі қатты шірмейтін көлік. Негізі переходка Маздаларға қарағанда мыналарда шанақтары мықты кішкене. Бірақ жаңа опелдер болады. 91, 90 жылғы, 92, 93 болсын. Солардың көбісі жаңағындай проблемасы болады. Асты түгел шіріп кетеді, одан кейін жаңағындай мәселеге ұрынып қаласыздар. Енді мынандай бамперлердің ешқандай бұл несі жоқ. Ең бастысы осы дөңгелек жемеу. Дөңгелектерін жеп кетпесе, және жаңағындай асты шіріп кетпеген болу керек. Сол жерлеріне мән беру керек. Және моторы, қорабы дұрыс істеп тұрма. Соларды бір қарап алсаңыз, ерінбей 600-700, мысалға 800 мыңға алатын болсаңыз да, өзіңіздің ақшаңыздан 500 теңге шығарып, нағыз алатын болсаңыз, барып мастерскойға көтеріп, астын үстін дұрыстап қарап алған жақсы. Асығыстықпен бәрі нормальный, бәрі жақсы деп алып аласыз да, ертеңгі күні бір жерде дөңгелегіңізді ауыстыра алмай, жаңағы домкратыңыздың өзі қолыңызға кіріп кетіп тұрмасын ағайын.
Сондай мәселелерді көріп естіп жүргеннен кейін сіздерде сондайларға ұрынып қалмасын деген мақсатпен осы бүгін түсіріп сіздерге көрсетіп жатырмыз. Ал енді дәл мына Mazda туралы айтып кетейік. Mazda Cronos енді ходовой жағы кішкене қаттылау болмаса, бұлай жүрістері жақсы. Дәл осы көлікте ешқандай проблема жоқ, тек қана мына көрсетейік. Фарларының құлақтары сынған, қатты жағындай шоқалақ жерлерде кішкене дірілдейді. Мынау да сондай. Қалған енді мына бамперде мынандай сынған жерлер бар. Көрсетші. Нағыз алам дейтін адам болса, дәл осы көлікті сатамын дейді иесі. Кондері бар, жалпы полный комплектация. Кондер жасап тұр, барлығы істеп тұр. Ақтауда жалпы күн ыстық болады ғой. Ақтауда салқындап әдемі жүре аласыздар. Бұда тек қана осы бампермен алдында. Осы фарлары, жарық шамдары. Қалған енді арт жақтары, іші салонында бір көрсетіп жіберейік енді. Чехол. Чехолды да тозғанша мінген екен. Кондер бәрі бар. Салоны да бұлай жақсы, таза. Бұл көлік қатты соққы көрмеген ешқандай. Ешқандай қатты соққы көрмеген, барлық зазорлары енді идеальный болмаса да, шамамен өз орындарында енді. Достар, осылай мінекей, осы көлікті егер алам дейтін қызығатын адамдар болса, негізі Mazda Cronosқа да қызығатын адамдар көп. Телефон номерімен өзіміздің осы сайтымызға салып қоям. Сол жерден соғып, хабарлассаңыздар болады. Шамамен 950 мың деп тұр. Әрине, келісім болады ғой. Сатылым болғаннан кейін, сауда болғаннан кейін келісім болады, хабарласып, соғып, қарасаңыздар болады. Ең жақсы таңдаулардың бірі деп ойлаймын. Жігіттер, қыздар. Достар, енді сіздер үшін тағы да бір жүрісін көрсетіп жіберейік. Кішкене мініп, айдап, коробкасы қалай екен, қорабы, моторы қалай екен, жүрісі қалай екен. Кеттік. Достар, мінекей ішіне де келдік, ал салон енді идеальный емес, ешқандай ескі машиндер. Бірақ қатты да тозып жатқан жоқ. Ал жүрсін көрейік. Жүрсі әрине, қорабы ешқандай не жоқ сияқты. Қатты көп кетпей ақ қой, осы жерлерге айналып көрейік. Бірақ тартысы жақсы. Глушителі кәдімгі спортивный сияқты, глушитель жыртылған. Қорауында, моторында ешқандай әңгіме жоқ, жігіттер, қыздар. Өтте тартысы, қорабы тұп-тұрыс жақсы түсіп тұр. Механика, автомат емес. Механикалар негізі тартысы жақсы болады дейтінен о. Он 16 клапан әрине. Объемы 1,8 көлемі моторның. Өте жақсы, газ, бензин екеуі де бар, екеуімен де жүреді, кондер істеп тұр. Келіп көріңіздер, жігіттер, өздеріңіз хабарласыңыздар. Ақтауда болсаңыз мініп көріңіздер, басқа жерде болсаңыздар, осы видео арқылы көрсеңіздер болады. Және хабарласып, егер келісіп жатсаңыз, әрине алуға болады. Жақсы сау болыңыздар, жігіттер мен қыздар, барлықтарыңызға.